Бүгүнкү видеода даруминдик коспа жасайбыз. Видеонун сонуна дейин караңыз, сонда пайдасын айтамын. Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү видеода үй жагдайында калай даруминдик коспа жасайбыз, сону менен бөлүшөтүн боламын. Азыркы убакытта жаз бүтүп, күз башталып жаткан убакта витаминдик коспаны жеген дурус. Өйткөнү азыркы убакта салкын абага алмашып жаткандан кийин тымау, салкын тибүү деген оорулар башталады. Сондуктан да өздөрүңүздүн иммунитетиңизди көтөрүп, витаминдик коспа жасап жүрүңүздөр деген ниетпен осы видеоны түсірдім. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеп және достарыңызбен бөлісіп жүріңіздер. Бұл каналдың дамуына өте маңызды. Бірінші грек жаңғағын аласыз, оны деген бөліп ұсақтайсыз кішкене. 2-3-ке бөліп, сосын банкеге салып аласыз. Содан кейін мейізді жуып, алдын ала құрғатып, содан кейін өріктен кейін лой кешіресіз. Грек жаңғағынан кейін мейіз саласыз. Мейізден кейін өрік саласыз. Қоңыр, қара өрік саласыз, жуып алып, және кесесіз. Кішкентай етіп, түрпіштетіп кесіп аласыз өрікті. Қара өрікте витамин көбірек сақталады деп айтады. Витамины көп деп айтылады. Сол үшін соны алуға кеңес беремін. Егер болмаса сары ала бересіз. Одан кейін үстіне сұйық мед қосасыз, бал қосып, жақсылап араластырасыз. Банканы былай төңкеріп, және қасықпен жақсылап араластырасыз. Шағындап жасауыңызға болады, көптеп жасауыңызға болады. Бізде бұл өзіміз 2 адам жейтін болғасын шағындап жасап жатырмын. Көп жасау үшін, яғни естественно көп жасау үшін жаңа орехыңызда, мейізіңізде, өрігіңізде көп болу керек. Үлкендеу банка аласыз. Осы қоспа сіздің иммунитетіңізді көтереді, және де тамаққа деген аппетитіңізді жақсартады. Шайға секердің орнына осыны салып ішуіңізге болады, яғни немесе осымен бірге шайды ішуіңізге болады. Секер қолданбаңыз, табиғи осы тәттіні ішкеніңіз жақсы шаймен бірге. Құрамында көп витаминдер бар. А, Б, С, Д, В1, В2 деген сияқты витаминдер көп. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар бауырлар. Келесі видеода кездескенше.